Телефон ұстасаңыздар не болады? Сіздер жазалай ма? Міндетті түрде. Ол міндетті түрде болатын дүние, оның барлығы. Ол мен сізге айтып тұрмын ғой, сіз даже мысалы осылай төмен қарап тұру керексіз. Или жаңағы адвокатың нең келген кезде стенаға қарап тұру керексің да. Ол басқа нәрсе, сенде ол жерде артық қимылдан сен уже жазаланасың. Қалай жазалайды? Ой, енді оның жолы көп қой. Ол құжатпен болады, жаңағы ескертумен. Осы мысалы бір рет сөз қайтарып не қылсаң, мысалы міндетті түрде ескертеді да, оны ескерту жасайды да сотқа жібереді. Осындай жаңа непослушный не заң бұзды деген сияқты. Енді ол жерде мен сізге былай түсіндірейін, тырнақтың астынан кір іздеу. Каждый, жаңа айтып тұрмын ғой, сіз бір рет ол жерге решетканың арғы жағына түскен кезде міндетті түрде сіздің каждый шагыңыз, каждый сіздің сөзіңіз барлығы наблюдация етіледі да. Мен сізге былай түсіндірейінші. Мысалы, сіз сотқа барып келесіз ғой, иә? Жаңағы машинамен қалаға барып, сотқа жаңағы неге тергеуге барып келгеннен кейін сізді кәдімгі тыржалаңаш шешінесіз да, қыздарға приседание жасатқызады, отырғызып тұрғызады. Не үшін? Оның несі, сіз сыртқа шыққан кезде запрещенный нәрсені өзіңізбен бірге алып кіріп жатсыз ба, алып кірмей жатсыз ба деген мақсатта. Яғни ол есірткі. Иә, телефон, есірткі, енді сондай дүниелер. Қандай да бір затты алып келуге болмайды. Иә, ол ондай енді практикада өздерінде болғандықтан, әйел адамдар сөйтіп істегендіктен, соны солай жасатқызады.